Ассалаумағалейкум, міне біздердің миле сертификаттың 5-ші сағына келдік. Сіздерде график сызылма берілген. Осы сызылмадағы массасы 2 кг болған стерженьнің F күштің күш моментін табу деп атады. Демек біздер күш моментін табатын болсақ, біздерде F берілмеген. Бұл шепке айландыратын момент денеді. Шепке айландыратын момент. Ал біздерде міне қарай дененің өзінің ауырлығы бар, төменге mg деген. Осы оңға айландыратын момент болады. Былай қарай. Екеуі тең болған үшін шепке айландыратын моментпенен тең болады. Оңға айландыратын момент. Сонда біз мына жердегі біздегі масса берілген үшін осы жердегі момент тауып кетсек болады. Біздер бұны табу үшін біздер күштің елкасын табуымыз керек. Күштің елкасы күшке перпендикуляр болу керек. Таяныштан күшке дейін аралық ең қысқа аралық белгіленеді. Бұл жерде L-ді тауса. Мына ұзындығымыз деп қойды 1,5 метр. Демек бұл жер 1,5-ның ярым емес, қақ ортасынан бөлгеннен. Демек мына жердегі альфаның синусы беріп қойды, синус 0,8. Демек мына жеріміз альфа болады. Демек мына жер альфа болған үшін мына жер альфа минус 90 минус альфа болады, мына жер альфа болады. Демек осы жерде қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы синусты береді. Демек L-дің 1,5 бөлінген 2-ге қатынасы синус альфа. Демек синус альфамыз бізге берілген 0,8. Осы жерде L-ді таусақ 1,5 бөлінген 2 бөлінген 0,8. Демек біздердің күштің елкасы формуласы бойынша, момент формуласы бойынша F көбейтілген елка. F-тің орнына біздер mg болып кетсек болады. Демек mg-дің көбейтеміз L-ға. Демек m деген 2-ге тең. 2 көбейтілген 10. Көбейтілген L деген деген. Демек 1,5-ды көбейтеміз 0,4-ге. Неге қысқартып жүрсек 0,4 шығады. Демек осы жерде көбейтіп жүрсек 12 ньютон көбейтілген метр шығады.